Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар, құрметті қазақ елі. Бәріміз көріп біліп отырмыз, батыстағы Маңғыстау облысында және Қызылорданың кейбір өңірлерінде құрғақшылық болып, мал қырылып, бауырларымыздың басына кішкене күн туып тұр. Енді дәл осындай кезде елдігімізді, бірлігімізді көрсетіп, қол ұшын бере алмасақ, қол қусырып қарап отырсақ, біз үшін үлкен айып болады деп ойлаймын. Және ертең Алланың алдына барғанда да, ей пендем, бауырыңның басына іс түскенде қайда болдың, неге қол ұшыңды бермедің десе, не деп жауап береміз? Әлбетте көмектесіп жатқан әпкелеріміз, ағаларымыз өте көп. Оңтүстікте де Құрмет деген бауырымыз күндіз-түні тынбай шапқылап, қызмет қылып, әрекет қылып жатыр. Алла разы болсын. Ол бауырымыз үшін әрдайым дұғадамыз. Қазақ атамыз айтады, әрекетке берекет дейді. Бізде кеш болса да бір кішкене болса да себеп болып, сол батыстық бауырларымызға қызмет қылсақ деген оймен, Жаннатул Фирдауси қоры бар, Уасила қоры бар, Жария қоры бар оңтүстікте. Тағы біраз қорлар бірігіп, сол садақа жәшігін ашып, сол батыстық бауырларымызға көмектессек деген ниетіміз бар. Әлбетте ол сіздердің себептеріңізбен. Осы бейнероликте астында осы Жаннатул Фирдауси жаңағы аталған қорлардың есеп шоты жазылады. Кімде кім аз да болса сол батыстық бауырларымызға садақа берейін, Алла разылығы үшін бір қол ұшын берейін, қаржылай көмек берейін деген ниеті болатын болса, осы есеп шотқа аударсаңыздар болады. Әлбетте, әр түскен ақшадан тиынына дейін есебін беріп отырамыз. Әлбетте, Алла тағаланың алдында ертең есеп болады. Әр түскен тиын үшін Алланың алдында бірінші жауап береміз. Және сіздерге де есебін нақты беріп отырамыз. Сенімділік үшін. Алла тағала берген садақаларымызды қабыл етсін. Сол батыстық бауырларымызға басына іс түсіп жатқан Алла тағала жеңілдік берсін. Бұл істі ертерек жақсы жағына шешіліп кетуін Алла тағалам нәсіп етсін. Алла елімізге ауызбіршілік берсін. Алла тағала елімізде елім дінім дейтін жігіттердің көп болуын және осындай жағдайда біздің ауызбіршілікте болуымызды нәсіп етсін. Алла тағала баршамызға разы болсын.